Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздерменен салыстырмалы және күшейтпелі сын есімдерді үйренетін боламыз. Жалпы сын есім дегеніміз ол аджектив. Аджектив ол адамды, жануарды, жерді, заттарды сипаттайды. Мысалы үшін адам ақылды болуы мүмкін, smart, old, кәрі болуы мүмкін. Сосын жануарлар tall, ұзын жануар болуы мүмкін. Заттар big, үлкен заттар болуы мүмкін. Long, ұзақ жол болуы мүмкін. Әртүрлі осындай заттарды, адамдарды сипаттайтынды аджектив дейміз. Енді аджективтің салыстырмалы және күшейтпелі шырайы екі түрі бар. Соның ішінде comparative adjective, яғни салыстырмалы шырай зат есім, яғни салыстырмалы шырайдың сын есім ғой, сын есімді. Бұлар екі затты салыстырады екен. Мысалы үшін қараңыздар. Ice cream is better than cakes. Балмұздақ неге қарағанда, тортқа қарағанда жақсырақ дейді. Яғни салыстырып тұр. Ice cream мен cakes тортты салыстырып тұр. Buses are cheaper than planes. Автобус ұшаққа қарағанда не дейді? Арзанырақ дейді. Яғни автобус менен ұшақты салыстырып тұр. Екі затты салыстырамыз. Жасалу жолдарын қарасаңыздар. ER салыстырмалы сын есімге ER жалғау жалғанады және зан көмекші сөзді қолданады. Мысалы үшін қара, Jane is smarter than her sister. Бұл жерде Jane мен оның әпкесін салыстырып тұр. Jane ақылдырақ, ол әпкесіне қарағанда ақылдырақ. Than дегеніміз қарағанда деген сөз. Jane is smarter than her sister. Ол әпкесіне қарағанда ақылдырақ, салыстырып тұр. ER көмекші етістігімен қолданып тұрмыз. Smart, smarter, than сөзін қолданып тұрмыз. Сонымен қатар мынандай бір ерекшелік бар. Егер де сын есімде қандай да бір кезде Y әрпіне аяқталса, сын есім Y әрпіне аяқталса, мысалы үшін busy, оны біз өзгертеміз IER, яғни busier, яғни I сөзін қосады екенбіз. Busier, Y әрпі түсіп қалып, busier сөзін жалғауын қосады екенбіз. Сонымен қатар кейбір сын есімдер ing, ed, full немесе less жалғауларына аяқталса, онда оған more есімді көмекші сөз келеді екен. Thankful, more thankful, amusing, more amusing, interesting, more interesting деген сияқты сөздер, яғни мынандай жалғауларға аяқталса, more көмекші етістігі келеді екен. Қазір мен сіздерге тізім беремін, сол тізімнен қарап алсаңыздар болады. Салыстырмалы шырай туралы айтатыным осы. Екі затты салыстырасыздар, ережелерін жаттап аласыздар. Көбіне ER жалғауын жалғайды. Сонымен қатар than сөзі қолданылады. Ал мына жерде ерекше, яғни бұрыс сын есімдерді айтылып кететін болсақ, мысалы үшін good. Бұл gooder деп кейде қате айтып қояларыңыз мүмкін да. Good ше, good, gooder болмайды да, good, better болады. Bad, яғни жақсы, жақсырақ. Мысалы үшін жаңа айттық қой. Ice cream is better than cakes деп, балмұздақ тортқа қарағанда жақсырақ деп. Соң good, better, bad, worse, much, more, far, further, less, lesser, many, more, well, better. Осылай қолданылады екен. Бұл әрінде ерекше сын есімдер, яғни дұрыс емес сын есімдер деп аталады кейбір жерде. Бұны жаттап алу керек. Bad, better деп айтып жүрмеңіз, bad, worse болады. Жаман, жаманырақ. Ал кеттік. Superlative form, яғни сын есімнің күшейтпелі шырайы, ол бір затты, бір топтың ішінде, бір әлемде болсын, қандай жерде болсын, бір отбасы мүшесінде болсын, ең күштісі немесе ең әлсізі, ең мықтысы, ең үстемін айтады екенбіз. Ең қандай, ең ақылды, ең ақымағы, ең тәттісі, ең дәмсізі, ең соңғы дәрежедегі,
ең күштісін алады екенбіз. Оған est көмекші етістігі жалғанады және the most көмекші етістігімен қолданылады екен. Жаңа біз the more дедік қой, бұған the most көмекші етістігі қолданылады екен. est мысалы үшін tall, big, tallest ең биік, big үлкен, biggest ең үлкен. Peter is the tallest in his family. Peter өз отбасындағы ең бойы ұзын, я. Ең бойы ұзын бала кім? Отбасы мүшесінде ол Peter. Ең бойы ұзын, ең үлкен. Яғни суперлатив дегенде күшейтіп айтасыңдар. Ең күштісі, ең әлсізі деген сияқты. Қараңыздар. The most көмекші етістігімен де қолданылады ғой. Көмекші сөзменен суперлатив adjective. Мысалы үшін interesting қызық, the most interesting ең қызықты. Әлемде ең қызықты кітап ол мынандай кітап. Әлемде ең қызықты кино ол мынандай кино деп айта беріңіздер. The most interesting. Бұларда да суперлатив формада да irregular adjectives, яғни бұрыс сын есімдер, ерекше сын есімдер деп аталады. Good, goodest деп айтпаймыз ешқашанда. Good, best, bad, worst. Good, жақсы, best, ең жақсысы. Bad, жаманы, worst, ең жаманы. Much, most, far, ұзағы, forest, ең ұзағы. Less, least, many, most, well, best. Көрдіңіз бе? Күшейтпелі, күшейтіп тұр бұл. Ең соңғы, ең күштісі, ең ұзағы, ең жаманы. Ең мақтысы деп күшейтіп тұр екен. Енді қараңыздар, бір мысал келтіріп берейін. Comparative, яғни салыстырмалыда қараңыздар. Jane is smarter than her sister. Jane өзінің әпкесіне қарағанда ақылдырақ. Jane мен әпкесін салыстырып тұрмыз. Ал superlative формада Jane is the smartest in her class. Jane өзінің сыныбындағы ең ақылдысы. Яғни бұл жерде салыстырып тұрған жоқ. Көп адамдардың ішінен ерекшеленіп тұр. Ең мықтысы екенін дәлелдеп тұр. Мына жерге қараңыздар достар, мен сіздерге көптеген мысалдар тізімдер қойып қойдым. Яғни сын есімнің бірінші формасы, кәдімгі сын есімдер. Describing адамдарды не алу, сипаттау, заттарды сипаттау деген сияқты. Angry салыстырмалы түрде angrier, ал күшейтпелі түрде angriest болып өзгереді екен. Beautiful әдемі, more beautiful әдемірек және most beautiful ең әдемі. Most, more дегендіміз жаңағы full, ing, less деген сөздерге аяқталатын кезде қолданылады екен. Big, bigger, biggest. Міне осылай жазып алсаңыздар болады, скриндап алсаңыздар да болады. Бұл жерде өте көп adjectivтер. Мысалы үшін cute, cuter, cutest, күшті, күштірек, ең күштісі. Керемет деген ғой енді. Dark, darker, darkest. Қараңғы, қараңғылау, ең қараңғы, қатты қараңғы жегенше. Көрдіңіздер ме? Heavy, heavier, heaviest. Ауыр, ауырырақ, ең ауыр. Осылай кете береді, өте көп. Мысалы үшін young, younger, youngest, жас, жасырақ, ең жасы. Көрдіңіздер ме? Кете береді осылай. Достар, мен сіздер үшін comparative және superlative adjectiveға тест дайындап қойдым. Білімдеріңізді онлайн тест тапсыру арқылы біле аласыздар. Яғни бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті ме, түсінікті емес пе? Ол үшін описанияда сілтеме қалдырғанмын. Сол сілтемеге өтіп тест тапсыра аласыздар. Жауабы бірден шығады. Қатемен жұмыс жасап көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса маған жаза кетіңіздер. Менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Қазақша контентті қолданыңыздар. Сонымен қатар алдағы уақытта ағылшын тілінің грамматикасын қазақша түсіндіріп кететін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.